Қазақстанның халқы 20 миллионға толды. Сол жайлы бір блогерден нечаянно бүйтіп ақтап жатып көріп қалдым. Ол блогер бір президенттің қасында жүрген блогерді. Әңгімелерінің бәрі жақсы, бірақ дикциямен жұмыс істемейді көбісі блогерлер, байқайсыздар ма? Айтқан кезде ерке бала ма, еркеліктен қалып қоя ма, білмеймін. С-ға тілі келмейтін, з-ға тілі келмейтін, ң-ға тілі келмейтін, өн айта алмайтын, р деген букваны айта алмайтын блогерлар бізде мынадан асып жатыр. Қазақстанда 20 мың халық саны 20 мыңға теңелді. Сендер түсінесіңдер ме деп өйстіп айтып отыр да. Жай бір білмейтін блогер болса екен. Кәдімгідей подписчиктері көп. Неге солар жұмыс істемей? Ақшалары жоқ па? Логопедке барса, немесе дикциямен жұмыс істеу керек қой, елдің алдына шыққаннан кейін. Сіздер қалай ойлайсыздар? Баланың өзін сіз тәрбиелейсіз ғой, что-то ырға тілі келмей жүр, бүйтіп жүр, барып алып бару керек, бірдеңе етіп, біз уайымдап кетеміз өзіміз. Білмеймін, спокойно жүреді. Қазақстанда деді, сәлем деп.